Сәлем мен салауаты болсын. Дүниеге келген Мәуліт айының құрметіне арналған, үмметін сүйген Мұхаммед атты рухани қайырымдылық кешімізге қош келдіңіздер. Исі мұсылман қауымының сағына күтіп, салауатпен қарсы алатын Мәуліт мейрамы қазақ топырағында да қашанда қастерлі саналған. Сүйікті елшінің сүннетін салтымен сабақтастырып, дінін дәстүрмен табыстыра білген халқымыздың тарихында Мәуліт мерекесінің орны ерекше. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйытқы болуымен еліміздің барлық өңірлерінде Мәуліт мерекесі тойланып, жыл сайын жоғары деңгейде өтіп келеді. Сондай сауапты шаралардың қорытындысы іспетті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Астана өкілдігі ұйымдастырып отырған Мәуліт құтты болсын ағайын. Арман аға, бүгінгі кешіміздің тақырыбы, бүгінгі рухани кешіміздің аты айтып тұрғандай үмметін сүйген Мұхаммед. Алланың оған сәлем мен салауаты болсын. Өзінің 63 жылдық асыл ғұмырын өз үмметіне, артында қалған мұсылман жамағатын қатты уайымдап, ерекше көңіл бөлген ұлы жүрек есі емес пе? Тіпті пайғамбарларға берілген үлкен мүмкіндік, дұға болу, дұғасы қабыл болатын үлкен дұғасын қияметке мұсылман үмметі үшін қалдырып, барша исі мұсылман қауымның барлығының құтқарып қалғысы келгендігі, оның сізге, бізге, баршамызға деген ерекше сарқылмас махаббаты. Ендеше Арман аға, сіз де, мен де, осындай жиналған қонақтар баршамызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өз махаббатымызды білдіріп, дұға, салауат айта отырайық.